Екінші бөлім жалғасы. Оның ішкі нұсқаулары логикадан емес, ішкі үндестіктен туады. Мәнге ие, біз оны бірден түсіндіре алмасақ та. Мұндай жіберу енжарлықтан алыс. Бұл әлде қайда нәзік қатысу күйі. Нәтижеге байланып қалмай әрекет ету, жауап қайтаруды күтпей сүю. Бірдеңе дәлелдеудің қажеті жоқ екенін түсініп, еркін шығармашылықпен айналысу. Мұндай күйде қозғаушы күш мойындалуға деген шөл емес, ешқандай қошеметті қажет етпейтін ішкі тұтастық болады. Индивидуация процесінде эго жойылмайды, ол өз орнын өзгертеді. Абсолютті шындық иесі болуға ұмтылудың орнына, ол самостьқа, яғни шынайы болмысқа қызмет ете бастайды. Бұл ішкі трансформация бәрін өзгертеді. Қарым-қатынастар шынайырақ, батыл, мәндірек болады. Бұрын бағындыру керек нәрсе сияқты көрінген өмір, енді жай ғана өмір сүрілетін тәжірибеге айналады. Бұл контекстте жіберу, жоғалту емес, интеграция. Бұл кетуге тиіс нәрсеге кетуге, пайда болуға дайын нәрсеге келуге рұқсат беру. Осы қимыл арқылы біз тек рөлдер жиынтығы ретінде өмір сүруді тоқтатамыз. Және тұтас тіршілік иесі ретінде өмір сүре бастаймыз. Бірақ шынайы болмысқа толық көріну үшін тағы бір қорғаныс қабатын жеңуіміз керек. Ол персона. Персона Юнг психологиясындағы негізгі ұғымдардың бірі. Бұл қоғамда қабылдану үшін киетін әлеуметтік бетперде. Ол қажет нәрсе, өйткені біз қоғамда өмір сүреміз. Бірақ мәселе біз онымен тым қатты теңескенде басталады. Біз шындық үшін емес, бейне үшін өмір сүре бастаймыз. Мықты болу, рухани болу, табысты болу, мінсіз болу. Мұндай жапсырмалар сырттай асқақ көрінуі мүмкін, бірақ олар үлкен баға талап етеді. Үнемі сақ болу, рөл ойнаудан шаршау, және ең сорақысы өз болмысыңнан алыстау. Егер уақытыңның басым бөлігін бір рөлді ұстап тұруға жұмсасаң, сен тұтас бола алмайсың. Карл Юнг персонаны қажет, бірақ шектеулі құрал деп санаған, ішкі және сыртқы әлем арасындағы көпір. Мәселе біз оның ар жағында тағы бір терең нәрсе барын ұмытқанда туындайды. Өзің туралы бейнеге байлану соншалықты күшті болғанда, ол бұзылуға жақындаған кез келген сәт қорқыныш, ашу және қорғаныш реакциясын тудырады. Сол сәтте біз шын өмір сүрмейміз, тек әсер қалдырумен айналысамыз. Ал бостандық біз түсінген кезде басталады. Біз өзіміз туралы бір тұрақты, мінсіз оқиғаны ұдайы қолдауға міндетті емеспіз. Біз қателесуімізге, ойымызды өзгертуімізге, бетпердеге сәйкес келмейтін өмір сүруге толық құқылымыз. Біз кешегі өз нұсқамызға міндетті түрде сәйкес болуымыз шарт емес. Қазір не сезініп тұрсақ, соған адал болу жеткілікті. Дәл осы жерден шынайылық туады. Бәріне ұнамауы мүмкін болса да. Персонадан бас тарту радикалды қадам. Бұл сауатсыз көрінуге, өз болмысыңа рұқсат беруге батылдық қажет ететін әрекет. Тіпті бұл жылдар бойы құрастырған бейнені бұзса да. Бірақ дәл осы әрекет азат етеді. Бұл нашар қойылған спектакльден түсіп, кең тыныс алумен тең. Енді өз сөзіңнің авторына айналу. Карл Юнг бұл туралы былай деп айтты. Сыртқа қараған ұйықтап жүр, ішке қараған оянады. Өзің туралы бейнеге байлану айқын түстің бір түрі. Біз тек сыртқа көрсеткенімізден ғана тұрамыз деген сенім. Нағыз ояну, персона сыйғыза алмайтын ішкі күрделілігімізді мойындағанда басталады. Ал осы мойындаудан шынайы өмір басталады. Назарымызда өзіміз жасап алған бейнеге деген байланыс. Бұл айқын, бірақ алдамшы түс. Біз тек көрсеткен нәрсемізден ғана тұрамыз деген сенім.
нағыз ояну біз өз ішіміздегі күрделілікті мойындаған сәтте басталады. Оны бетперде жасыра алмайды. Дәл осы мойындаудан шынайы өмір басталады. Ал сол бетперденің артында біз көргісі келмейтін нәрсе жасырынып жатыр. Ол көлеңке. Еркіндік қорқынышта. Көп адам оны қаласа да, оны шын жүректен қарсы алуға көбінің батылы жетпейді. Өйткені еркін болу, жасыратын ештеңенің болмауы деген сөз. Адамдардың артында да, рөлдердің ішінде де, уәделердің арасында да. Бұл өзімізге ұнамайтын тұстарымыз үшін де жауапкершілік алуға дайын болу. Дәл сол жерде көлеңке өмір сүреді. Карл Юнгтың пікірінше, көлеңке психикамыздың ығыстырылған бөліктері. Біз мойындағымыз келмейтін немесе елемейтін қырларымыз. Ол міндетті түрде жаман нәрсе емес, көбіне тек біздің идеал бейнемізге сыймағаны үшін жасырылған қасиеттер. Біз оны неғұрлым көп жоққа шығарсақ, ол соғұрлым күшейе түседі. Мен еркін болғым келеді дейтін адам, көбіне сол еркіндікпен бірге келетін нәрседен қорқады. Бос кеңістік, үнсіздік, тірек болатын ештеңенің болмауы. Сол себепті адам басқаға, адамға, жұмысқа, не болашақтағы идеалға жабысып қалады. Бірақ ол махаббаттан емес, бәрі жоғалғанда не болатынын қорқудан туындайды. Жіберу тек сыртқы нәрседен бас тарту емес, ішкі әлемге үңілу. Арманың орындалмаған кезде не қалады? Қарым-қатынас аяқталғанда, жоспарлар күйрегенде не болады? Дәл осы бос кеңістікте көлеңке пайда болады, және ол жұмсақ келмейді. Кейде көлеңке ашу, қызғаныш, терең мұң сияқты мойындағың келмейтін сезімдер түрінде көрінеді. Бірақ бұл тәжірибеден шынайы түрде өту үшін батылдық керек. Карл Юнг жанның қараңғылығымен бетпе-бет келмей, нұрға жету мүмкін емес деген. Дәл осы үдерісте трансформация орын алады. Біз көлеңкеден қорқуды қойғанда, ол енді бізді басқара алмайды. Біз ұмыт болған тұстарымызды, қажеттілік, қорқыныш, осалдығымызды қабылдай бастаймыз. Бұл соларға бағыну үшін емес, оларды түсініп, басқару үшін. Жіберу бастапқыда тек басқа адамды босату секілді көрінсе, уақыт өте келе бізге жоққа шығаруды үйреткен тұстармен беттесу болады. Көлеңке өмірге кедергі келтіретін нәрсе емес, толыққанды өмір сүру үшін қабылдауымыз қажет бөлігіміз, және тек ішкі кеңістіктен өткен адам ғана ештеңеге тәуелсіз шынайы еркіндікті сезіне алады. Көлеңке көбіне күтпеген жерден пайда болады. Біз махаббат деп атайтын байланыстың ішінде. Көбіне біз махаббат пен қажеттілікті шатастырамыз. Біреумен болғың келуі мен онымен болмаудан қорқу арасындағы шекара өте жұқа болуы мүмкін, бірақ ол маңызды. Карл Юнг айтқан, нағыз махаббат проекция тоқтаған жерде басталады. Біз әлі де екінші адамның кім екенін емес, ол туралы өз түсінігімізге байланған кезде біз оны шын қалпында көре алмаймыз, және көбіне өзімізді де көрмейміз. Қарым-қатынастың басында серіктесімізді идеализациялау табиғи, бірақ бұл шынайы сезім емес, өз үміттерімізді жапсыру. Біз екінші адамнан эмоционалды қолдауды, қауіпсіздікті қалап және байқамай тәуелділік қалыптастырамыз. Екінші адам тұлға емес, рөлге айналады. Осы сәттен бастап біз оның нәзіктігін немесе жақындығын емес, махаббат кейпіне енген қорқынышты сезінуіміз мүмкін. Жоғалтып алудан, жеткіліксіз болудан қорқу. Ол жанымда болса ғана өзімді жақсы сезінемін, ал егер кетсе, мен құлаймын. Бірақ байлап ұстайтын махаббат нағыз махаббат емес, бұл мұқтаждық. Біз осы байланыстарды босатқанда шындық ашылады. Біз бұл адамды расында жақсы көреміз. Бірақ сонымен бірге
оны өзіміздің әлі де қабылдай алмаған ішкі тұстарымыздан қорған ретінде пайдаланғанбыз. Жіберу махаббаттың тоқтауы емес, ол махаббаттың тазара түскен жаңа бастамасы. Бұл басқа адамға біздің өмірімізде тұрақты орын алуға міндетті емес екенін қабылдауға рұқсат беру. Бұл иемденусіз сүю, бұл шынайы адаммен қарым-қатынас, біз жапсырған елеспен емес. Бұл екінші адамның еркін екенін, өзгеруі мүмкін екенін, кетіп қалуы мүмкін екенін қабылдауға жететін есею. Және соған қарамастан, оның құрметке лайық екенін мойындау. Бұл ішкі қайта құрылымды да талап етеді. Басқадан толықтық іздеудің орнына, біз махаббатты өзімізден бастаймыз. Өзіңді жоғалтпай, сүюге негіз болатын ішкі тірек. Иемденуді қажет етпейтін махаббат суық немесе алыс емес, қайта керісінше, ол шынайырақ. Өйткені ол қорқыныштан туындамайды. Бұл өз болмысыңды өшірмей, бірге болу. Бір-біріңде еріп кетпей, қатар өмір сүру. Өз толықтығыңмен бөлісу, проекция тоқтаған сәтте басталады. Дәл сол сәтте шынайы байланыс басталады. Екі сана бір-бірін жоққа шығармай, бірігіп кетпей, шын танып, шын қабылдай алады. Сол себепті де олар еркін сүйе алады. Алайда маска мен тәуелділікті сақтау өте көп энергияны қажет етеді. Ақыры бәрін ұстап тұру әрекеті сәтсіз болады. Күткен үміттерге сай болу үшін жасалған бейне бұзыла бастайды. Бұрын бақылаудың жемісі деп есептелген күш енді ауыр жүкке айналады. Ал бұрын тек физикалық сияқты көрінген шаршау шын мәнінде эгоның әлсірегенін көрсетеді. Бұл әлсіреу жалқаулық та, әлсіздік те емес. Бұл бейсананың үнсіз айқайы, ішкі бір дауыстың. Бұдан әрі жалған бола алмаймын деген үзілісі. Және дәл сол кезде нағыз мен бой көрсете бастайды. Бұл қуанышпен емес, бәрінің аяқталғанын білдіретін ерекше тыныштықпен келеді. Карл Юнг мұндай дағдарыстарды ақиқатқа шақыру деп санаған. Әлемнің дезорганизациясы жаңа, терең деңгейдегі қайта құрылымның белгісі. Қазіргі кезде жиі кездесетін эмоционалдық күйзелісті тек шамадан тыс сыртқы әсерлердің салдары емес, шамадан тыс рөлдердің де әсері ретінде түсінуге болады. Көп үміт, бірақ ішкі тыныштықпен аз байланыс. Біз шын мәнінде не сезінеміз, соған келісім тым аз. Образға негізделген өмір үнемі энергияны талап етеді. Әр сөзіңді, эмоцияңды, реакцияңды сүзгіден өткізу қажет. Бірақ дене шаршай бастағанда, ақыл тұмшаланып, ерік жоғалғанда бір нәрсе назар талап етеді. Осының бәрінсіз сен кімсің? Дәл сол сәтте жіберу нақты баламаға айналады. Егер бұл видео жүрегіңізге жақын болса, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл сізге бір сәттік қимыл, ал бізге үлкен шабыт әрі қолдау. Нұрлы Voice, бірге тереңге үңілейік.